Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді лағман дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші біз етті осылай маринадтап қоюымыз керек. Соя тұздығына бұрыш, тұз және лимон сығындысын қосып, осылай араластырып етін жауып қоямыз. Етіңізге байланысты жарты сағат пен 2 сағат аралығында тұру қажет. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін суға 1 қасық май қосып, тұз қосып, оны ұнымызбен араластырамыз. Суымыз мұздай болуы қажет. Егер су сәл аздау болып тұрса, ұнға байланысты ол да кішкене су, тұздалған су қосып жіберіңіздер. Осындай тығыз қамыр пайда болады. Оны пакетке салып қойып, осылай 10 минут сайын 2 рет илеп, осылай 2 рет тындырып қоясыздар. Енді көкөністерді дайындай бастаймыз. Мен лағманға картопты қосқанды жақсы көремін. Осылай картопты, сәбізді, пиязды, сарымсақты және помидор мен болгар бұрышын да турап шығамыз. Менде помидор мен болгар бұрышы мұздатылған болғандықтан оларды турамадым. Менің каналыма жазылып, күнде жаңа рецептерді тамашалап отырыңыздар. Мен ащы бұрыштан біреуін қостым. Ащылау болады, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша аздау қоссаңыздар болады. Жарты сағат 40 минуттай тынған қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, жақсылап майлап қоямыз да, бетін жауып қоямыз. 10-15 минут осылай тынып тұру қажет. Табамызды қыздырып, оған май құйып, үстінен осы етімізді салып қуыра бастаймыз. Ет жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен пиязды саламыз бірінші. Одан кейін сарымсақты саламыз. Сарымсақтан кейін сәбізімізді салып, барлығы жартылай піскенше осылай қуырып отырамыз. Картоптың езіліп піскенін қаламасаңыздар, оны кейіндеу салуға болады, булап алғаннан кейін. Мен томатым үй томаты, соң қосып қуырып, және үстінен су құйып, еті піскенше күтеміз. Енді қамырымызды созуға көшеміз. Осылай ұзынша жгутиктер жасап аламыз. Видеода барлығын анық көрсеттім. Дәл осылай жасасаңыздар, қамырларыңыз бөлінбей, әдемі болып шығады. Осылай созып дайындап қоямыз. Әр этаптан кейін қамыр 5-10 минут тұру керек. Барлығын осылай жгутик қып созып алғанға дейін басындағы қамырлар дайын болып тұрады. Өзіңіздің ыңғайыңыз үшін осындай ыдысқа айналдырып салып алсаңыз болады, сонда олар жабыспай әдемі болып дайын болып тұрады. Мен осылай майланған табаға осылай салып алдым. Майы аздау болып тұрса, тағы бетінен майлап қойсаңыздар болады. Және бетін жауып тындырып қоямыз. Қалған бөлігін соза береміз. Енді міне ең басында жгутик жасалған қамырды алып, жай осылай қолмен созамыз. Осылай бір шетке қарай бір созып, екінші шетке қарай тағы бір рет созамыз да, одан кейін
қолымызға жинақтай бастаймыз. Видеоны жылдамдатпай, барлығы көрінетіндей, түсінікті болатындай етіп жасадым. Қарап, бағалап отырыңыздар. Міне, енді тақтайымызға осылай ұрамыз. Сонда өзі созыла береді. Барлық қамырды осылай жасап шығамыз. Осы уақыт ішінде су қойып қайнатып қоямыз, оған тұз саламыз және қамырларымызды осылай ағаш таяқшамен айналдыра отырып салып 4-5 минут қана пісіреміз. Одан артық пісірмеңіздер. Міне, менің қамырларым пісейін деп қалды. Оны осылай сүзіп алып, мұздай суға 1 минутқа салып аламыз. Одан кейін сүзіп алып, суын сырғытып, ыдысымызға салып, оның бетінен май жағып қоямыз. Болды, қамырымыз дайын. Ет піскен уақытта үстінен болгар бұрышы мен қызанақты саламыз. Олар қатты пісіп кетпейтіндей болса, дәмді болып шығады. Аз ғана уақыт ұстаймыз. Піскен қамырдың үстінен осылай салып бере берсеңіздер болады, немесе мен сияқты араластырып, одан кейін ұсына берсеңіздер болады. Егер қамырды осылай табаға салып бірге қуырып жіберетін болсаңыздар, қамырды бөліп жібергендеріңіз дұрыс, сонда жақсы араласады. Міне, лағманымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.